Баяғыда кең далада орналасқан бір кішкентай ауылда Асылбек есімді кішкентай бала өмір сүрді. Ол өте көңілді, батыл және әрқашан жаңа оқиғаларға дайын тұратын. Асылбек атқа мінуді, тауға шығуды және ауылдың жанындағы өзенде шомылуды қатты жақсы көретін. Бірақ оның бір үлкен кемшілігі бар еді. Асылбек өз бөлмесін жинауды мүлдем ұнатпайтын. Асылбектің бөлмесі ойыншықтарға, кітаптарға, киімдерге толы болатын. Ол күн сайын ойнап, барлық заттарды шашып, оларды ешқашан жинамайтын. Бөлмесі біртіндеп нағыз хаосқа айналды. Бірінші бөлім, бейберекет және айыптау. Бір күні таңертең Асылбек ұйқысынан оянып, бөлмесіне қарады. Ойыншықтар, кітаптар, киімдер әр жерде шашылып жатыр еді. Бірақ бұл оны алаңдатпады. Ол тез киініп, сыртқа шықты, себебі оны достары күтіп тұр еді. Асылбек сыртқа шығып, достарымен ауылдың жанындағы өзенге шомылуға кетті. Олар күні бойы ойнап қайтып келгенде кеш батып қалған еді. Асылбек шаршап төсегіне құлады. Таңертең анасы Асылбектің бөлмесіне кіріп таң қалды. Оның бөлмесі нағыз бейберекетке айналған еді. Асылбек, бұл не бейберекет? Деп сұрады анасы қатаң дауыспен. Асылбек басын төмен салып, ақырын жауап берді. Мен жай ғана ойнап жүрмін, ойнау жақсы, балам, деді анасы, бірақ бөлмеде тәртіпті сақтауда маңызды. Бұл сенің бөлмең, сондықтан сен оған жауапты болуың керек. Асылбек ойланып қалды. Ол анасының айтқан сөздерінің маңыздылығын түсіне бастады. Бірақ ол әлі де бөлмесін жинауға дайын емес еді. Сол түні Асылбек ұйықтап жатып, ерекше бір түс көрді. Ол түсінде өз бөлмесінде болды, бірақ бөлмесі мүлдем басқаша көрінді. Барлық ойыншықтары мен заттары тірі болып, оған қарап тұрды. Ескі плюшевый аю бекзат ерекше көзге түсті. Ол үлкен көзімен Асылбекке қарап, Асылбек, бізге осылай қарау жарамайды. Біз сенің адал достарыңбыз, бізбен жақсы қарауың керек, деп қатқыл дауыспен сөйледі. Асылбек қорқып кетті. Ол өз ойыншықтарына және заттарына қалайша салғырт қарап жүргенін түсінді. Кенеттен бөлмеде сиқыршы пайда болып, Асылбекке қарап, Асылбек, сенің алдыңда маңызды тапсырма тұр. Сен бөлмеңді жинап, ойыншықтар әлеміне үйлесімділікті қайтаруың керек. Әйтпесе, сенің достарың сені тастап кетуі мүмкін, деді. Оянғанда Асылбек бұл түстің жай ғана түс емес екенін түсінді. Ол дереу іске кірісуге шешім қабылдады. Бірақ жұмыс оған тым үлкен болып көрінді. Келесі күні таңертең Асылбек таңертең тұрып, бөлмесіне қайта қарады. Бұл жолы ол ойыншықтарға және киімдерге басқаша көзбен қарады. Оның ойыншықтары енді жай ғана заттар емес, оның достары ретінде көрінді. Асылбек бөлмесін жинау туралы шешім қабылдады, бірақ неден бастау керек екенін білмеді. Ол анасынан кеңес сұрады. Апа, мен бөлмемді жинағым келеді, бірақ неден бастайтынымды білмеймін. Анасы күлімсіреп, жақсы, балам. Алдымен ойыншықтарды өз орындарына қой, содан кейін киімдерді жинап, оларды шкафқа іл. Төсегіңді жинап, бөлмеңді ретке келтірсең, бөлме мүлде басқаша көрінеді, деді. Асылбек анасының кеңесіне құлақ асып, іске кірісті. Алдымен ол ойыншықтарын жинады. Барлық машиналар мен сарбаздарын бір-бірінен бөліп, оларды жеке-жеке қораптарға салып қойды. Қуыршақтарды, кубиктерді және басқа ойыншықтарды да солай орналастырды. Кітаптарды сөреге қойып, киімдерін жинап, шкафқа ілді. Төсегін жинап, бөлмесін тазалады. Бөлменің біртіндеп өзгеріп жатқанын көрген Асылбек өз жұмысына мақтаныш сезінді. Ол бөлмесінің бұрынғыдан таза, жайлы әрі кең көрінгенін байқады. Бірақ бұл жұмыс оны шаршатты, ол демалуды шешті. Біраз уақыттан кейін анасы бөлмеге кіріп, күлімсіреп, жарайсың, Асылбек. Бөлмең өте әдемі болып қалыпты, деп мақтады. Асылбек анасының мақтауын естіп, өзін бақытты сезінді. Ол осы сезімнің қаншалықты маңызды екенін түсінді. Бірақ ол әлі де жұмысын аяқтамағанын түсінді. Ол бөлмесін әрі қарай жақсартқысы келді. Бірнеше ай өткен соң, Асылбектің әкесі жаңа жұмысқа орналасты, сондықтан отбасы басқа қалаға көшуге мәжбүр болды. Бұл үлкен қала болатын, бұрынғы ауылынан мүлде басқа жер еді. Асылбек жаңа үйіне кіріп, өзіне бөлме таңдады. Бұл бөлме өте үлкен және жарық болатын, бірақ ол өзінің бұрынғы бөлмесінен ерекше сезілді. Бұл жерде оған бір нәрсе жетіспейтін сияқты көрінді. Бөлмеге киімдерін, ойыншықтарын және басқа да заттарын орналастырғаннан кейін, ол бұл бөлменің әлі де үйге ұқсамайтынын сезді.
Ол бұрынғы жылы және жайлы атмосфераны жасауға тырысты, бірақ бірдеңе жетіспеді. Бір күні оның анасы, Асылбек, ертең көршілердің балаларын қонаққа шақырдық. Олармен танысу және жаңа достар табу үшін жақсы мүмкіндік болады деді. Асылбек жаңа көршілермен танысуды ойлап, біраз қобалжыды. Бірақ ол өзінің жаңа бөлмесі оларға ұнайды деп үміттенді. Келесі күні көршілер қонаққа келді. Олардың ішінде Ләззат пен Санжар есімді екі бала болды. Олар Асылбекпен жасты еді. Олар бөлмеге кіріп таң қалды. «Сенің бөлмең өте таза және жайлы», деді Ләззат. «Сен мұны өзің істедің бе?» деп сұрады Санжар. «Иә, мен бәрін өзім жинадым және ұйымдастырдым» деп мақтанышпен жауап берді Асылбек. «Егер қаласаңдар, мен сендерге де өз бөлмелеріңді ұйымдастыруға көмектесемін». Ләззат пен Санжар Асылбектің ұсынысына қуана келісті. Олар Санжардың бөлмесін жинауға кірісті. Асылбек оларға заттарды қалай дұрыс орналастыру керек екенін көрсетті, ал Ләззат бөлмеге әдемі декорациялар қосып, оны жайлы етті. Күннің соңында Санжардың бөлмесі керемет болып шықты. Ол өз бөлмесіне қарап, жаңа достарына алғыс айтты. «Сендер маған керемет көмектестіңдер. Енді менің бөлмем де өте таза және жайлы», деді Санжар. Уақыт өте келе Асылбек, Ләззат және Санжар бірге көп уақыт өткізе бастады. Олар бірге ойнап, оқып, бір-біріне көмектесіп, бөлмелерін жинап отырды. Олар әрқайсысы өздерінің жауапкершілігін сезініп, өз бөлмелерін таза ұстауды маңызды деп білді. Бір күні Асылбек өз бөлмесіне кіріп, оның қалайша жайлы және таза болып қалғанын көріп, өзін мақтанышпен сезінді. Ол осы сезімді бұрынғыдан да тереңірек түсінді. Асылбек есейген сайын, ол жауапкершілік пен тәртіптің тек бөлмеде ғана емес, бүкіл өмірде маңызды екенін түсінді. Ол уақытымен дұрыс жұмыс істеуді, тапсырмаларды уақытылы орындауды және ата-анасына көмектесуді үйренді. Оның достары да осы сабақтарды қабылдап, олар бірге жауапты және тәртіпті болуды үйренді. Асылбек осы сабақтардың өз өміріндегі маңыздылығын түсініп, бөлмесіне кірген сайын әрбір заттың орнында тұрғанын көріп, өзін мақтанышпен сезінетін болды. Ол өзінің тек өз бөлмесін ғана емес, бүкіл өмірін жақсырақ етуді мақсат етті. Осылайша Асылбек сиқырлы сабақтарды қабылдап, оларды бүкіл өміріне енгізді. Оның өмірі тәртіпті, жайлы және бақытты болды.